Сәлем қыздар, әпке сіңілдерім, қалдарыңыз қалай? Алдыңғы біз шығарылымдарда осыған дейін мінез, құлық, стилі туралы сіздің стиліңіз мінезіңізден басталатындығына тоқталған болатынбыз. Егер көрмесеңіз, міндетті түрде алдыңғы шығарылымға өтіп барып көрсеңіз болады. Ал енді біз өзіміздің ішкі сезімдерімізді, өзіміздің бір ассоциацияларымызды, өзіміздің жаңағы қалаған әсерімізді өзімізге жұмыс жасайтын гардеробқа қосамыз. Енді бұл тақырып өте қызық. Ешқайда алыстамаңыздар. Есім Бұлбұл, персоналды стилистпін. Жалпы қазақ аудиториясына әлемдік трендті, әлемдегі сән мен стильді барынша бейімдеп сән мен стиль туралы ақпаратты ұсынып жүргеніме аз уақыт болған жоқ, бірақ ютубтағы менің алғашқы қадамым. Сондықтан да арнаға жазылып алыңыздар, міндетті түрде сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Алдағы шығарылымдарды сіздердің сұрақтарыңызға арнайы шығарылым қылып шығарамын. Олай болса кеттік. Ішкі сезімдерге қатысты. Мәселен, мінез құлық стилі, мінез құлық өзіміздің бір ішкі қалауымызды біз гардеробқа қосамыз деп тұрмыз ғой, иә? Оны ішкі код, ішкі ДНК деп айтады. Яғни әр әйелдің, әр қыз келіншектің, әр бойжеткеннің бойында өзінің бір мінезі, көңіл күйі, ол туралы ассоциациялар, иә? Оның барлығы жинап бір толықтай болмысты құрайды ғой. Енді бұның барлығы адамның ішкі коды деп айтады. Яғни жаңағы сіздің қалауларыңыз сіздің образыңыздан бір көрініс табатын болса, оның барлығы айналып келіп сіздің ішкі кодыңыз, сіздің ішкі ДНК-ңыз болып табылады. Мәселен, мысалы, ол иіссу болуы мүмкін, ол жаңағы фактура болуы мүмкін, ол жаңағы ішкі сезімдер, сіз тұратын қала, оның барлығы осының бәрін жинақтауы мүмкін. Сіз жұмсақ болуыңыз мүмкін, сіз сабырлы болуыңыз мүмкін, сіз тыныштықты жақсы көретін болуыңыз мүмкін, не болмаса сіз динамичный дейді ғой, яғни динамиканы жақсы көретін болуыңыз мүмкін. Сондықтан бұның барлығы сіздің стиліңізді құрайды деп айттық. Ішкі кодыңыздың әр элементін жаңағы стильдің бір гардеробтың элементіне айналдыруға болады. Мысалы, сіздің көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болатын болса, онда көтеріңкі көңіл күйді сіз қашанда бір жақсы, оны түстер палитрасы арқылы беруге болады. Барынша жарқын түстер, иә? Барынша бір батыл түстер арқылы, иә? Флюоресцентный түстер деп айтады, иә? Өтте жаңа түстердің бірімен бірінің кәдімгідей жаңағы араласып, солдың образда 3-4-5 түске дейін қосуға болады. Иә, тіпті әрине 3-4-5-ті бізді бояласа қыздар оны қоса алмайтын шығар, бірақ дегенмен де аз-маз жаңағы бір түс, екі түстің өзін жарқын қылып қосу біздің қыздар үшін әдетте ерлік. Өзім де негізі түсті өте көп қоспаймын, бірақ кейде көңілім өте бір жарқын болып тұрған кезде барынша ақшыл түстерден, барынша бір жарқын түстерден қосуға тырысамын, және ол менің көңіл күйімнен хабар береді. Көрдіңіз ғой, жаңағы ішкі сезімдерді гардеробқа қосқан кезде ол біздің ішкі даусымызды айналаға, қоғамға біз айтпай-ақ өзі жаңағы көрініс беріп тұратын болса, ол әлдеқайда бізге комфортты болады. Енді энергия, жаңағы өзіңізді бір драйв, бір әлем сізді байқағанын қалайтын болсаңыз, онда контрасттар қолдануға болады. Түстер палитрасында жарқын түстерді пайдалануға болады. Не болмаса бір контраст түстер, қара мен қызылдың үйлесімі деген секілді, жаңа не болмаса күлгін түс пен сары түстің үйлесімі деген секілді кәдімгідей контрасттарды қосуға болады. Егер нәзіктік бергіңіз келетін болса, онда бір түстің монохромның айналасында жинап көруге болады. Енді түстер палитрасы жалпы сіздің көңіл күйіңізді беруге өте жақсы жұмыс жасайды. Сондай-ақ фактуралар арқылы да мінез құлық стиліңізді беруге болады. Алдында да айттым. Егер де бір ворсисты деп айтамыз ғой, жаңа жүн, кедір-бұдыр, иә, сондай бір фактуралар, жұмсақ маталар, вельвет, трикотаж болуы мүмкін. Олар бір білмеймін, хозяйственность дейді ғой, жаңа қыздарда барынша бір сондай бір жайлы, табиғилықты береді, барынша. Ондай қыздар деген бірден сондай бір жылылықты, қамқорлықты көрсететін қыздар болады. Ондай қыздарды көрген кезде бірден проблемаңды айтқым келіп тұратын секілді, бір адамға забота дейді, бір қамқорлығы сыртына шығып тұратын қыздар болады. Ол қыздарға жаңағы тоқыма, вельвет, жұмсақ маталар, ворсисты дейді, соның барлығы бір әдемі көрініс табады. Сіз сондықтан да өзіңізді жаңағы ойланып көрсеңіз болады. Осыған дейін жасадық қой, тіпті болмаса, мына ішкі ДНК-ңызды анықтау үшін айналаңыздан сұраңыз. Сен қандай сын есімдермен мені сипаттайтын едіңіз?
мені сен қандай ассоциациялармен елестететін едің, не болмаса жаңағы бір өзіңіздің ішкі қалауыңыз бар, оның барлығын қосып отырып жаңағы дүниелерді шығаруға болады. Не болмаса қатты гладкий маталар, гладкий деген жаңағы бір кедір бұдыр емес, оған жаңағы былғары жатады, кожа, костюмная ткань жатады, вот міне, джинсада бір кедір-бұдыр емес, қатты факторларға жатқызуға болады. Бұл жерде не бар? Бұл жерде батылдық бар. Бұл жерде структура бар, құрылым, бұл жерде күш бар. Бұл жерде бақылау бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан барлығын бақылағысы келетін, кішкене болсын жаңағы бір структураны көрсеткісі келетін, батылдық деген кезде жаңағы анандай батылдық емес, образда әртүрлі драматикалық олай емес, барынша бір ережелермен жүретін, бір өзін офиспен ассоциациялайтын, әсіресе жаңағы сол офистік қыз-келіншекте де офисте жұмыс жасайтын, ол кезде бір ассоциация, сен офиспен байланыстырамын деген секілді болады бір ассоциациялар. Сол кезде уже ондайға гладкая кожа, солардың барлығы жақсы жарасады, джинсы жақсы жарасады деген секілді. Ал енді полупрозрачный деп айттық қой, ар жақ бер жақ көрініп тұратын маталар, немесе жаңағы төгіліп тұрған маталар, нәзіктікті, сезімталдықты, жеңілдікті, тіпті жараланғыштық, яғни ранимость деп айтады ғой, бір тез көңілге алып қалатын, бір енді ондай дүние нәзік қыздарда болады, мінездері өте бір сондай өте жақсы жарасады, сондай бір осы фактуралар өте жақсы жарасады. Мысалы жібек мата это элегантность және сезімталдық, неге киіп көрмеске. Енді қараңыз, минимализм арқылы мінезіңіздегі тұрақтылықты, не болмаса бір эмоцияңызды аса қатты көрсеткіңіз келмейтіндігін, бір әлемге қатты ашылмайтыныңызды көрсетуге болады. Болмаса былай қараңыздаршы, шығармашыл адамдар болады ғой, мысалы суретшілер, не болмаса әнші, биші, көп жағдайда өте жарқын киінеді. Мысалы мен өте бір шығармашыл адамдарды білемін, асимметриялық, көп жаңағы күрделі үйлесімдер, барынша жарқын түстер деген секілді образдарында өте көп кездеседі. Ол оның ішкі көңіл күйі, ол оның ішкі әлемге айтамын деген жаңағы дүниесі, ол оның мінезі, оның барлығы ішкі сезімдері тікелей алдыда бірден жаңағы өзінің киімінен көрініс тауып тұр. Сондықтан да сіз өзіңізге жаңаға біздің алдыңғы шығарылымда айтқандай мінез құлық стиліңізді, өзіңіздің сезімдеріңізді, сізді сипаттайтын сын есімдерді барлығын жазып шықтыңыз делік. Тіпті сізді 5 жылдан кейін, болмаса алдағы мақсатыңыз 1 жылда, 3 айдан кейінгі мақсатыңыз қай бұ нүктесіне бара жатырсыз деліге, сол мақсатыңыздың барлығын жаздыңыз. Енді аласыз да капсуланы құру керек болады. Ең алғашында киімдеріңізді бір қарап шығып, гардеробтың әр киіміне разбор жасайсыз. Түсінемін, мен сізге қазір оны аузымен айтып жеткізе алмауым мүмкін. Бірақ сіз тағы да өзіңіздің сезімдеріңізді тыңдап көріңіз. Мына киім эмоция сыйлай ма? Бұл киім мені қуанта ма? Мен кей кезде, енді өзім стилист болғаннан кейін, жалпы осы салада 5 жылдан артық жүргеннен кейін, бұрынғыдай емес, киім өте көп. Бұрынғыдай емес дегенім, өйткені біз кеңестік заманның ұл-қыздарымыз ғой, кеңестік ата-ананың ұл-қыздарымыз, біз сұлуынан жылуы деп өстік. Енді ата-анада ешқандай кінә жоқ, заман сондай болды, заманына қарай адамы, заманның талабы сол болды. Сондықтан да біз сұлуынан жылу деп өскеннен кейін біз бірде жетіп, бірде жетпей өстік. Ал қазір алып қараймын да, қазір енді расымен де киім көп, бірақ соның барлығын мен жаңағы разбор жасауға келген кезде көп киімдерге эмоционалды тұрғыда байланып қалғанды байқаймын. Мен қараймын, мына киімді тастасам мен бір стилист болмай қалатындай. Мына киім деген мен фэшн уикқа киіп барған киімім деген секілді қатты байланамын. Бірақ дегенмен де мен кей кезде бұл киім мені қуанта ма деген кезде мен жауап табамын. Жоқ, бұл киім мені бұрынғыдай қуантпайды. Мына джинса шалбар мені қуанта ма киген кезде? Қуантады. Демек, мен бұл джинса шалбарды алып қала аламын. Бұл ескі винтаж пиджакты мен өзіме алып қалсам қалай болады? Қуанта ма? Бұл ескі, бұл кәдімгідей ерлердің пиджагы, апсайклинг жасалған, яғни екінші өмір берілген, арт жағында бір күрделі тігістері бар. Демек, бұл ескі болса да, кәдімгі бұрынғы кеңестің пиджак екені көрініп тұрса да, маған кәдімгідей қуаныш сыйлайды. Демек, бұл пиджакпен мен сіздердің алдарыңызда сабақ түсіріп отырмын деген секілді ғой. Сондықтан да солай сіз эмоция сыйламайтын киімдерді алып тастайсыз. Эмоционалды тұрғыда байланудың еш қажеті жоқ. Сізді қуанта ма, қуантпай ма деген дүниеге қана қараймыз. Енді
капсуланы сіздің күйіңіз бен стиліңізге қатысты қылып жинаймыз. Капсула дегеніміз жалпы не? Гардеробтың біз капсула құрып анда барат, мында барат деп жатады. Бұл жерде бірмен бірі үйлесетін киімдердің жиынтығы ғой, енді сіздер оны білесіздер. Бірақ ол жердегі формула кемі 2 не болмаса 3 низ болу керек. Низ дегеніміз ол шалбар болуы мүмкін, юбка, шорты, білмеймін не, жаңағы сіздің өміріңізге, мысалы біреу қысқа юбканы ұнатады, біреу шалбарды ұнатады, біреу классикалық шалбарды ұнатады деген секілді, соларды жинап көресіздер. Екіншісі, жаңағы бұл бір қызығы, қараңыздар, мен бұны баламен серуендегенде киіп тастаймын, бұны қонаққа барғанда киіп тастай саламын ғой, ескірте саламын ғой деген секілді подходпен жинақталмау керек. Сіз алған әр киім сізге бір откликация ету керек, яғни бір ішкі болмысыңызбен егіз болмаса да, жалпы ішкі болмысыңыз ұнатып қалатындай болу керек. Гардеробтың әр киімі бір ерекше подходпен таңдалған кезде оларда үйлеспей қалу деген болмайды әдеттеші. Сондықтан екіншісі 3-5 верх. 3-5 верх дегеніміз бізде жалпы гардеробта көп қыз-келіншектерде төменгі жаққа киім өте көп, ал жоғарғы жаққа киім өте аз болады. Сондықтан мен 3-5 верх, яғни жаңағы 2 низымызға 3-5 верх болу керек. Неге верх көбірек? Өйткені адамдар бізді портретті зонамен сақтайды. Осыған дейін сіздер бұл жынсамен көрдіңіздер мені, егерде басқа шығарылымдарымды қараған болсаңыздар. Бірақ мен портретті зонаны өзгерту арқылы толық образымды өзгерткендей сіздерге сондай бір сезім бердім, я. Сондықтан да портретті зона көбірек өзгеру үшін жаңағы 2 низға 4-5 верх үйлесетіндей қылып таңдалу керек. Және айтқандағыдай оның әр қайсысы сізді қуантатындай, сізге бір жақсы эмоция болатындай. Олардың бәрі базалық болуы шарт емес. Неге өйткені базалық деген бір бәле болды. Базалық деп қыздар ерекшеленгілері келмейді, жұрттан келгендерін қайталайды, содан кейін ештеңе сәнді емес. Сондықтан да базалық болмаса да болады, ерекше, күрделі, кройдағы дүниелер болса да болады, ештеңе жоқ, я. Одан кейін 1-2 слой деп айтамыз, яғни үстігі киетін киімдер. Үстігі киетін киімдер, ол жакет, ол пиджак, ол кардиган, ол тренч. Мысалы, жаз кезінде қазір жаздық тренчтерді кию өте сәнді. Енді мен өзім жазда кәдімгі тазандай хлопок ерекше сәнді деп айтқан едім ғой. Сол хлопоктан жақсы тренчтер киіп жүргім келеді. Біз анау тренч дегенді, плащ дегенді тек қана күзде, көктемде ғана киіп үйреніп қалғанбыз ғой. Қазір жазда да кию ерекше сәнді, бірақ жаңағы фактурасына көңіл бөлу керек. Сондықтан бұлар да бір сізге, сіздің эмоцияңызға, сіздің сезімдеріңізге сәйкес келетіндей болғаны жөн. Одан басқа 1-2 аяқ киім, 1-2 аяқ киім, ол тағы да. Мәселен, мен өте көп жаяу жүргенді жақсы көремін, және мен образдарыма сәл нәзіктік қосқанды жақсы көремін. Мүмкін мен кроссовка алмауым да мүмкін, жаяу жүргенді мен балет киіммен де жүруім мүмкін. Бірақ мен мерекеге баратын болғандықтан, көптеген жаңа стилист бір сән мерекелерінде, бір ивенттерге, кездесулерге баратын болғандықтан, менің осы бір қара туфлиім болуы мүмкін деген секілді. Сондықтан осы жаңағы мен айтқан 2 аяқ киім, 2 низға 5 верх, тағы да 1-2 сыртынан киетін киім арқылы сіз 23 образдан 30 образға дейін образдар құрай аласыздар. Егерде сондай бір сауатты құрылған болса, оған біз алдағы уақытта оның кройы қандай болу керек, фигура ерекшелігі қандай болу керек, алдағы уақытта тоқталамыз. Міндетті түрде каналға жазылып алыңыздар, өйткені сіздердің жазылып алғандарыңыз, сіздердің маған кері байланыс бергендеріңіз маған шабыт береді. Мен сіздерге оның барлығын осы жерде YouTube арнада барлығын беруге тырысамын. Мәселе киімнің санында емес, мәселе киім қаншалықты сіздің ішкі сезімдеріңізге, сіздің болмысыңызға сәйкес келеді. Сол орыстар оны точность попадания дейді, яғни сіздің стиліңізге дөп түсу керек. Сондай-ақ айтпақшы, капсуланы аяқтай салайын. Капсуланың аксессуарлар да сізді барынша бейнелеу керек. Мәселен, менің мына сырғам секілді, мақтанды деп айтасыздар, білемін, бірақ бұл сырға менің қазіргі күйіме, гүл формасында менің қазіргі ішкі күйіме, жалпы осы кезеңіндегі бір ішкі состояниеме өте жақсы келеді. Сондықтан да әшекейлер де сізге өте жақсы келу керек. Егерде әшекей тағып үйренбесеңіз, онда минимализмнен бастаңыздар. Егер жаңаға бір ерекшелік қосып көрем десеңіздер, орамалдарды көріңіздер. Білмеймін,
мүмкін бір ірі бір бет формасына арналған көзілдіріктерді көріңіздер. Көзілдіріктер бет формасына сәйкес таңдалады. Орамалдың түсі цветотипіңізге сәйкес таңдалады. Сөмке формасы сіздің габаритіңізге қатысты. Мысалы, ірілеу келген қыздар кішкене сөмке ұстап алса біртүрлі көрінеді, не болмаса тым кішкене қыздар үлкен сөмке ұстап алса біртүрлі көрінеді. Сондықтан соның барлығын ескере келе бір капсула жинап шығаруға болады. Біздің қателік осы, біз өзімізбен дос болмағандықтан, ішкі сезімдерімізді тыңдамағандықтан, гардеробты жинау бізге өте қиынға соғады. Сондықтан да психологиялық кедергілер бар, бірақ енді ол өзімде де бар, болды. Сізбен біз ақырындап, мили қадамдармен өзіміздің стилімізді табуға жақындай береміз. Олай болса, келесі шығарылымда кездескенше, келесі шығарылым бұдан да қызық болады. Міндетті түрде арнаға жазылып алыңыздар.